Бұл бейнежазбада Бекзат мөлтек ауданынан Балтакөл бағытындағы жолдың қос қапталына отырғызылған 3 шақырымға жуық саябақ көрсетілген. Байқасаңыз, көшеттер өз бойын ала алмай қурап кеткен. Дегенмен, осыдан бірнеше күн бұрын өңірімізге еліміздің премьер-министрінің орынбасары Серік Жұманғарин іс-сапармен келген күннен аталмыш талдар орнынан алынып, олардың орнына жайқала өскен желектер отырғызылды. Өңірімізге іс-сапармен лауазымды қызметкер келетін болса, қаламыздағы қураған ағаштардың орнын жапырағы жайқалған ағаштар басады. Дегенмен, бұл қала тұрғындарына көлеңке болу мақсатында емес, Шенділер жолындағы бір сәттік безендіргіш бұйымдар секілді әсер қалдырады. Қаламыздың Балтакөл бағытына шыға берісте орналасқан индустриалды аймақ бойында бір сәттік көрік үшін егілген ағаштардың қарасы қалың. Дегенмен, олардың ішінде өз бойын тіктеп, жапырағын жасылға бояғандарын мүлде кезіктірмедік. Қураған жапырақтары желмен дір-дір еткен жас желектер өздерін жайқалып тұрған жерлерінен көшіріп, Түркістан-Балтакөл бағытындағы жол бойына бір сағаттық көзбояушылық үшін жайғастырған адамдарынан пана сұраудың орнына іштерінен қарғыс тілеп тұрғандай көрінді. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.